Келесі өткен сабақты жалғастырамыз. Қайырлы күн баршаларыңызға. Өткен сабақты көрсеңіздер А зонасынан Б зонасына дейінгі деген тақырыпты бүгін тағы да сол сабақ бойынша жалғастырайық. Біз қай жерге келген едік, кеттік. Мысалы, қараңыз, баға отдал кетеді мына жақтағы зонадан, и при этом бізде бұл жақта ордер блок деген бар. Міне, вот мынау бізде ордер блок. Көріп тұрғандарыңыздай, мынау ордер блок бізде. Не үшін бұл ордер блок? Импульс алдындағы, біздегі мынандай свингтан бізде слом бос болу керек, міндетті түрде бос бар, снятие ликвидности бар, 1, 2, 3 имбаланс жоқ. 1, 2, 3 имбаланс жоқ. Өйткені қараңыз, бірінші свечи, екінші, үшінші свечи имбаланс жоқ мүлдем. 1, 2, 3 имбаланс бар, сызып қойғанбыз. Значит, мынау бізде ордер блок болады. Еще плюс это у нас ордер блок. И баға не істеді? Ордер блок тестировать етіп, жоғарыға қарай кетіп бара жатыр. Енді жоғары жақта бізде не зона бар? Жоғары жақта бізде бар зона, ол мына жердегі кішкентай имбалансымыз бар екен. Осы имбалансқа баға не істейді? Барып, осы зонаны не істейді? Тесте, онда жоғарыға тоже откат алса, шорт ұстауға болады. Ол баға не істейді? Төменге қарай, шортқа қарай не береді? Откат береді. Бірақ бізде мына жақта ордер блок бар. Осы ордер блоктан қайтадан лонгқа не істейді? Откат алады. Бізде тағы мына жақта именно осындай фитиль тасып кеткен жерде бізде міндетті түрде мықты зоналар болады, откат беретін үлкен. Сондықтан олар бізде менде сабақта өте маңызды тақырып болып табылады, ол онлайн потогында менің. Баға не істейді? Жоғарыға қарай бізде отдал кетеді, аяқтағы зонадан бізде фитильдегі. И одан кейін баға жоғарыға қарай дейді өседі. Енді қараңыздар, бізде мына зона тест болып кеткен. Бізде келесі мына жақтағы зона қандай? Конечно, ол бізде мынау хай ликвидность, значит, баға осыға дейін барады. Баға не істеді? Жоғарыға қарай өсті, мына зонаға дейін барды. Толыққанды бізде барып, бітті, Енді бізде осы бара жатқан кезде бағада жолдың бойында не істеді? Имбаланстар қалып кетті. Мысалы, мына жерде имбаланс қалып кетті, Баға не істеді? Жоғарыға қарай бара жатыр. Ол мына жерде не істеді? Ликвидность ниже телом снятие жасады и телом болып жабылды бізде, Телом болып жабылғаннан кейін бізде сіздердің түсінетін нәрселеріңіз, что бұл кезде не істейді? Баға әлі шортқа жүріп береді. Астыдағы сонан тестировать етіп беру керек. Ол не істейді? Астыдағы имбалансы тест жасайды, осы жерде қатып қалады. Прям көп осы жерде рынокта минусқа кетті. Одан кейін баға не істейді? Жоғарыға қарай уже жоғарыға көтеріледі. Енді жоғарыға қарай көтерілген кезде бізде келесі важный зоналар, ол бізде мына жақта қалып кеткен ликвидностьтер. Көріп тұрсыз ба? Мына ликвидностьтің бәрі ликвидность. Осының бәрі уже бізде жинау үшін баға не істейді? Лонгқа қарай өседі. Өйткені астыда мына зонаны тестировать етті, ниже телом имбалансы жабылған жоқ. Значит, бізде әлі де не фактор лонгқа. Баға бізде қайтадан не істейді? Лонгқа жүреді. Лонгқа кетіп бара жатыр. Енді бізде мына жақтағы зона бойынша бізде жаңағыдай қандай зона бар? Если бізде мына жақтағы снятие кетіп бара жатыр, уже мына жерде ордер болып бізде тестировать етілді. Келесі зона ол бізде мына ликвидность. Если баға ол ликвидностьті телом жоғары қарай жабатын болса, онда бізде баға не істейді? Баға бізде, конечно, жоғары өседі. Баға не істейді? Жоғары өседі, и потом бірақ шортқа мысалы қозғалады. Бізде как-то жаңа хай кезде, осындай жаңа хай кезде, мынандай мысалы мына жақта зона жоқ, бізде откат береді дейтіндей. Біз уже мына жақтан слом болған күтеміз. Бұнда кезде бізде өте үлкен импульстар болады. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде бір қозғалыспен, қанша пипс, 2000 пипс құлап берді, мысалға. Дәл осындай кездерде сіздер бағытты кішкентай ТФ-да трендтің бұзылуын барлығын қарап отыруларыңыз керек. Мысалға енді кеттік, осы бүйтіп құлап кетті, құлады. Енді бізде дальше не керек? Біз тағы да бағаның бағытын өсті кетіп бара жатыр. Біз лонг ұстадық, уже мына жақта шорт бізде слом болып жатыр, мысалы кішкентай ТФ-да 1 сағаттық, 4 сағаттықта, и уже сіздер тағы да құлап кетті. Ладно, бұны ұстай алмадыңыздар, өйткені көбісі ұстай алмай қалады. И бағада бізде мына жақта не қалып кетеді? Имбаланс қалып кетеді. Ал баға не істейді? Астыдағы зоналарды тестировать етіп кетеді. Бұл жақта бізде қандай зоналар? Бізде бұл жақта ордер блок бар, бізде бұл жақта имбаланс бар, Барлығын баға не істейді? Келеді, осы жақтағы зонамызға дейін тестировать етіп кетеді. Бұдан кейін тестировать еткеннен кейін баға қайтадан лонгқа кетеді, мына жақта. Содан кейін ол баға не істейді? Тағы да мына жердегі имбаланс қалып кетті ғой. Если ол имбаланстан откат беретін болса, мына имбаланстан бізде откат бермеді, ол телом жоғары жабылды. Из-за этого ол не істейді? Тағы да лонгқа кетіп бара жатыр. Енді ол баға бойынша бізде мына жердегі блоктан, қазір бізде блокта тұр ғой.
тоже откат беретін болса, онда бізде шорт болады. А если мына жерде блокты кесіп өтетін болса, онда бізде әрі қарай лонг бағы қозғала береді. Прям шексіз өсе береді ол кезде. Дәл солай сіздер осылай жасауларыңыз керек. Бұл яғни бағаның сіздердің А зонадан Б зонаға дейін жүрісін анықтау. Сіздерге әрине өте қиын көрінеді, потому что бұл алтынды біз ғана талдадық. Ал сіздер басқа ордер блок нәрселердің бәрін сіз талдайтын болсаңыздар, сіздер түсінесіздер, почему баға от это на жақтан дейін қозғалды, иә. Сіздер просто так мына жақтың бәрін сызуларыңыз керек отырып. Алтын бар ма? Алтыннан басқасын ашыңыздар да, дневкада евро долларды бүкілін ашып сызып тастаңыздар. Мынаның барлығы, мынамен торговать етіңіздер. Қараңыздар, евро доллар, британский фунт, USD GPI, alt USD, USCAD, ENS USD CHF, бізде Герсорг бар, иә, бізде. Одан бөлек бізде NASDAQ бар, иә, күміс бар бізде. Осының барлығын торговать ететін болсаңыздар, сіздерде бұл жақта қозғалыс өте жақсы. Әсіресе евро долларда қозғалыс прям өте күшті жүреді. Бізде осындай сабақтар, осы ютубтағы тегін сабақтардың бұйырса несі бітті деп ойлаймын. Мен өте көптеген тақырыптарды сіздерге барынша түсіндіре алдым деп ойлаймын. Осы сабақтарды міндетті түрде көріп, практика жасап, көп сіздер точка входан табу арқылы, көп нәрсе өткен маркетке сызу арқылы сіздер не істейсіздер, барлығын түсінесіздер. Өйткені бұл рынокта сіздерге көп практика керек. Ешқандай золотая не жоқ, палочка жоқ, ешкімнің анау хедж матч тағы да не бар бізде тағы да. Менің стратегиям мынандай, менде объем деген еш нәрсеге сенбейсіздер, просто так өздеріңіз осы анализді жасайсыздар. Трейдингтің білімі өте терең, оқысаңыздар бітпейсіздер, бірақ осылай да осы қарапайым смарт мани стратегиясымен де, даже СНРмен де адамдар торговля жасап ақша тауып жатыр. Сондықтан базада риск менеджмент сабағын өте қатты қараңыздар. Error есептеу, win rate есептеу 1 ай бойы, 2 ай бойы соған акцент бөліңіздер. А если мен білімімді жалғастырамын, мен ары қарай сізден онлайн поток оқығым келеді десеңіздер, менде онлайн потоктың бағасы 28-ақ мың теңге. Өздеріңіз көріп, дальше білімімді жалғастырғым келеді, практикамен жасағым келеді десеңіздер, осы онлайн потокқа қатыссаңыздар болады. Бұл жақта бізде қараңыздар, 2 пакет бар онлайнда. Ол біріншісі старт, екіншісі бізде эксперт пакеті. Ол кезде бізде трейдинг кәдімгідей А-дан Я-ға дейін именно смарт мани және ICT стратегиялар бойынша мен сіздерге түсіндіретін боламын. 40 видео сабақ болады, аптасына Zoom бір рет менімен болады. И при этом сіздерде жеке кері байланыс менімен болады. Мен сіздерге куратор жалдамаймын, мен өзім беремін кері байланысты полностью. 2 ай болады сабақтар, яғни общий 8 Zoom сабақ болады. Ешқандай 300 теңге, 500 теңге төлеген курстарда сіздерде бұндай нәрсе жоқ. Результаттың бәрі мен Инстаграмға, Телеграмға салып жатырмын. И бөлек бізде осыны 28 теңге, келесі бізде эксперт, тура дәл солай жаңағыда бізде от А до Я трейдинг болады, бірақ бізде бұл жерде 50 видео сабақ. Бұл жақта бізде 3 концепция болады, яғни оның ішінде бізде CRT және SNR бойынша оның ішіндегі нюанстарын қалай қолдану керек. Бір емес, уже 3 стратегияны байланыстырып, яғни 3 концепцияны байланыстырып, өзіңіздің стратегияңызды қалайсыз. Аптасына тоже бір рет Zoom сабақ, яғни 3 айда сіздер 12 Zoom сабақ аласыздар. Бұл жақта тоже кері байланыс жеке өзіммен 3 ай доступ және жеке тапсырмалар беретін боламын. Бүкіл кері байланыс жеке менімен болады, сондықтан бұл мүмкіндікті пайдаланып қалыңыздар. Бұдан кейін мен бұл бағаға оқытпаймын. Инстаграмда да, тиктокта да бүкіл жерде айтып жатырмын, бағаның курсын мен 100 мыңнан жоғары қылатын боламын бұйырса. Сондықтан адам аз кезде менде қазір оқып үлгеріңіздер, егер кейін менде көп адам болса, онда мен үлгермей қалуым да мүмкін, иә. Сондықтан бүкіл ақпарат бізде астыда Телеграм каналға мен бүкіл нәрсені қалдырамын. И және де мына жаққа мен өзім номерімді жазып кетейін. Сол номерге жазып қойсаңыздар болады. Я курс бойынша сұрап, бүкілін сұрасаңыздар, мен өзім жеке кері байланыс беремін. Курстың бағасы жаңағыдай барлығын көріп, өздеріңіз ойланып, дәл осы сабақтарды біз уже тереңінен, зоналарды біз тереңінен, біз барлығын толыққанды үйренетін боламыз. Қазір мен номерім жазып қойып қалайын. 6349. Вот. Осы мен номерім, осы номерге жазсаңыздар, мен сіздерге толыққанды сабақтарды түсіндіріп, курс туралы ақпарат беретін боламын. Білімдеріңіз қайырлы болсын, көп ізденіңіздер, маркеттің қозғалысын түсіну арқылы сіздер табысқа шыға аласыздар. Трейдинг бұл оқысаңыздар сіздерге табыс әкелетін кәдімгі күшті мамандық болып табылады.